Қайырлы күн, сіздермен тағда Алматы полициясының видеогид жобасы және мен журналист Жазира Бегалы. Біздің бүгінгі тақырып интернет алаяқтардың құйтырқы айласынан қалай сақтану керек. Жаңа технологиялардың қарқынды дамуына, қызметтерді цифрландыруға және көптеген қызмет түрлеріне, сонымен қатар электронды төлем құралдары мен криптовалюталардың пайда болуына байланысты интернеттегі алаяқтық әдістер және олардың түрлері, сондай-ақ ақпаратты байланыс желілері арқылы ұрлау көбейіп кетті. Осыған байланысты Алматы полициясы жеңіл ақшаға әуесқойлардың белсенділігі туралы ескертеді және азаматтарды интернеттегі қызметтерді пайдалану және тауар сатып алу кезінде сақ болуға шақырады. Өзіңіздің банк картаңыз туралы, жеке басыңыз жайлы ақпаратты, жеке куәліктің суретін, банк картасының суретін және картаның арт жағындағы 3 таңбалы CVV кодын ешқашан ешкімге бермеңіз. Мобильді қосымшалар арқылы тауарларды, жылжымайтын мүлікті, көлікті сатқан кезде абай болыңыз. Жеке кездесіп, төлемді қолма-қол алғаныңыз жөн. Немесе бейне қоңырау арқылы сатып алушының алдамайтынына көз жеткізіңіз. Сізге әртүрлі мессенджерлер және әлеуметтік желілер арқылы жіберілген күмәнді сілтемелерден сақ болыңыз. Себебі бұл қаскөйлерге сіздің ұялы банкингтегі қаражатыңызға қол жеткізуге мүмкіндік беретін вирустық файлдар мен қосымшалар болуы мүмкін. Сіз банктік картаңыздың мәліметтерін әртүрлі сайттарға енгізбеңіз, өйткені бұл сіздің жеке мәліметтеріңізді жинау үшін арнайы жасалған фишингтік сайттар болуы мүмкін. Олар кейінірек сіздің банктік картаңыздан рұқсат етілмеген төлемдер жасау үшін қолданылады. Күмәнді жобаларға ақша салмаңыз. Олар криптовалюталарға, түсті металдарға, акцияларға инвестициялау арқылы сізге үлкен дивидендтер уәде етеді. Компанияның сенімділігін тексеріңіз, интернеттегі шоулар мен пікірлерді оқыңыз. Егер сізге банктың қауіпсіздік қызметінен қоңырау шалса, банк қызметкерлерінің ешқашан сіздің банк картасы туралы ақпаратты сұрамайтын, сондай-ақ ұялы телефонға келетін кодтарды беруді қажет етпейтінін ұмытпаңыз. Сондай-ақ алаяқтар мобильдік қосымшаларды абоненттік нөмірді өзгерту үшін және арам пиғылдарын жүзеге асыру мақсатында кол орталығынан қоңырау шалу үшін пайдаланады. Мұндай уақытта сізге телефон тұтқасын қойып, карточкада немесе банктың сайтында көрсетілген сенімді нөмірге қоңырау шалу керек. Осымен менде тамам. Біздің кеңестеріміздің сізге пайдасы тиер деген үміттеміз. Өзіңізге және мүлкіңізге мұқият болыңыз.